Ассалаумағалейкум достар. Бүгін бізде Camry 50 автокөлігі, яғни рестайл автокөлігі. Бұл көлікте бізде не істеген? 55-ші итогын саған. Негізі бұл Camry 50. Бірақ 50 европейц, бірақ оны 55 қылып жинаған. Қараңыздар, артқы фарға дейін. Полный 55 қылып жинаған. Негізінде 50 Camry и 55-ші итогын саған. 55-ші итогын салады, қате кетеді бұда. Бензин көрсетпейді, қазір түсіндіріп көрсетіп кетем. Мына кілті 50, 55-терде пуштарт болады. Қосты, дамыл ашса, өзінің мафоны тұр, өзінің консулы тұр. Ертең кейін 55-тікін салады тоже. Бірақ прибор уже салдырған. Бұда бізде чек жоқ. Даже ашық тұр, көріңіздер ма? Чек жоқ. Airbag жоқ, ABS, скольжение жоқ, бәріне скотчтап тастаған. Скотчтағанда изолентамен жауып тастаған. Бензин көрсетпейді. Қойған кісілер бензин қате кеткен, бензин көрсетпей тұр. Су аз деп көрсетіп тұр. Тек оталады, не алады? Міне 50-дің американец рөлі тұр. Яғни рөлін саған. Мынау бізде 55 рестайлдың рөлі. Кейін сала береміз оны. Кейін иесі өзі салады рөлді. Ал біз ары приборын жөндеп беру керекпін. Енді мына приборды істейін десем, приборды ашып, бәрін изоленттеген, жаңа лампочкаларын өшіріп тастаған. Негізінде бұндай приборды қойғанда бәрі идеал қойылады, көрдіңіздер ме? Чек жоқ, airbag жоқ, сол жақта бізде скольжение жоқ, бәрін жауып қойған. Фонарикпен бет жарықта қарасаңыздар, жабық тұрған көрінеді, изоленттелген ба. Иесі өзі көрген, күнде көрінген, жабық тұрған. Сөйтіп настроениесі түсіп кетіп, маған жазып, осыны істеп беріңізші дейді. Сөйтіп оны істейін десем, сөйтіп изоленттеп жауып тастаған. Приборды может гарантиямен алған, басқа біреулерден қойған бала. Бұл приборды иесіне өзіне қайтарып беретін болды. Қайтарып береміз, сөйтеміз да басқа прибор қоямыз. Міне, басқа прибор алып келді бізде. Қазір түсіндіріп көрсетіп кетем. Мынау тұрған мафоны өзінің, кейін прошивать етеді ЖПЛ-ға. Мынау өзіңкі родной. 50 европейц щиток бар алатын болсаңыздар, сатылады міне. Бұл өзінің родной, мынау басқа прибор алып келдік. Бұл прибор бізде 55 приборы, қазір басынан қоятын болам осыны. Ал ана приборды шешіп, бая қойған балаға апарып береді ұстаға. Сөйтіп оны қайттан өздері өткізеді. Ішін ашып, изоленттеп тастаған, жауып тастаған, ертең просто әңгіме болады маған. Ал бұл кісі изоленттемей, бәрі реально қатесіз жанып тұрған қалап тұр, прибордың бәрі. Потому что бұл көлікте алдыңғы тұрған приборда и так қатесіз тұрған. Ешқандай қатесіз, тек бір катализатор қате тұрған болды. Міне, қараңыздар, генераторды. Айтпақшы, бұл оталып жүрсе, бұл 50-де генератор шыға берген. Қайта генератор зарядка бермей жатыр деп мына приборда. Мына бәрін шештік. Мына біздің басқа прибор алынған. Осы приборды орнатамыз, кейін бетін жуып тазалай салады. Міне штекермен әкелген. Осы приборды неқа қоятын боламыз. Енді өзінің ескі приборын шешіп қойдық, көрсетем. Мына жерде аккумулятор қате шықты, тағы басқа біреулер қателер шықты. Мына көрдіңіздер ме, жауып тастаған қарайтып. Яғни скольжениені жапқан. Бұл көлік жүрген кезде, екінші скоростқа өткен кезде ABS аваринкаға түсіп қалған. Не үшін? Датчик скорости көрмеген. Датчик скорости көрмеген кесірінен бұда круизда істемей қалған. Алдыңғы приборды бәрі істеп жүрген. Мына прибор сағаннан кейін бұда круизда істемей қалған. Датчик скорости де көрмей қалған. Яғни соның бәрін алып тастап, дұрыстап істеп беретін болам. Міне, біздің жаңа приборды салдық. Жаңа приборды салдым. Бұда орысша тіл, алдыңғы приборда ағылшынша тіл еді, бұда орысша. Міне airbag жанды, өшет, бірақ чек жоқ әлі. Чекті жалғау керек. Міне аккумулятор шығып жатыр, көрдіңіздер ме? Зарядка алмады деп. Аккумулятор зарядка алмады деп. Мынау алдыңғы ұстаның істеген штекері, осы штекермен жұмыс істейтін болам. Біраз проводтар қиылған екен. Біраз проводтар орын ауысып кеткен, короче. Осымен жұмыс істеймін ғой, короче, осыны қараңыздар. Мына жерден кескен, жалғаған. Басында распиновкасын шығарған, проводтарды қайттан кірмей қалған проводтары бар. Мына жерде основной кесіп жалғанған бұл штекер. Яғни қайтадан дұрыстау керек бізге. Көкті қызылға бер жүрген, қызылды көкке бер жүрген, розовыйды серияға берген, серийді қараға берген.
распиновка схема арқылы көру арқылы істедім бе, осылай жалғағандықтан қате кеткен. Мен дәптердегі өзімнің ескі распиновкама қараймын. Мынау жаңа штекеріміз біздің. Осы штекермен жұмыс істейміз. Осы штекермен жұмыс істейтін боламыз. Біздің жұмыс жалғасып жатыр. Щиток прибордың проводтарын бәрін дәптерге жазу арқылы дұрыстап жатырмын. Диагностика түсіру барысында бізде датчик скорости қате деп тұр достар. Міне қараңыздаршы, қанша қате шығып тұр. Датчик скорости, ABS, круиз контроль, міне удалить етіп жатырмын бәрін. Яғни міне приборды орнатып қойдық. Оталып тұр көлік, бірде-бір қате жоқ, бәрі идеал. Міне круиз қосылып тұр ғой, оң жағында көрдіңіздер ме, төбесінде круиз да істеді. Алдыңғы приборда круиз істемеді. Чекті бәрі как положено істеп тұр достар. Міне ешқандай қате жоқ, айырбак та өшті. Жаңа екінші скоростта жүрген кезде ол да қатесі жоқ, бәрі зың. Қазір тағы бір-екі рет айдап көреді, содан кейін уже жинайтын боламын. Міне көрдіңіздер ме, оң жақта чек, айырбак бәрі қосылды. И өзі өшеді. Айырбак өшу керек, өшті, оталдырамыз. Бізде чек бәрі өшті. Ешқандай қате жоқ. Камри деген жазу, и бұл бізде орысша тіл. Енді біз бағанағыдай жүріп жатқан кезде ABS қатестап жүрмей қалып жатқан. Сол себептен бұны жүргізіп обязательно тексереміз. Екінші скоростта ABS дейді, скольжение жанады, сөйтеді коробка аварийный режимға түседі. Яғни көлік датчик скоростен көрмегендіктен ол аварийный режимға түседі, коробка тебеді. Оборот аламайды біріншіден, екіншіден ABS тормоз басса, тормоз ұстамай қалады. Қатты болмайды, тоже механически болып кетеді ABS істемей, скольжение жанғаннан кейін. Содан кейін жаңағы круиз контроль істемей тупить етеді. 2 рет айдап келді, мына 3-ші рет жіберіп жатырмын. Уже 3-сінде дұрыстап жалғанды бәрі. Қазір 3-сінде айдап келеді. Бізде бәрі чики алдыға жүріп көріп жатыр. Тормоз ұстап жатыр резко, кетті басып. Уже скоростар конкретно ауысып жатыр. Теппей, не алмай. Потому что бізде уже қате жоқ диагностика тексеру барысында. Мынау ескі приборы диагностикамен тексердік, қатені өшірдік. 2-3 рет айдап келді, тексердік. Міне бізде бәрі идеал. Достар, міне прибор идеальный жиналды. Негізінде завод болып келсеңіздер, 50 немесе европейс, американец 55-ін щитогын мен сасам оңайлау болады, тез бітеді. Енді біреудің жұмысынан кейін істесең, ол өте ұзақ уақыт алады достар. Ол